Армысыздар қазақ елі, қайырлы күн құрметті оқушылар. Эфирде сапалы білім каналы 9 информатика пәні бойынша PJB2 Python тілінде программалау бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл жаңа нұсқа, кеңесе көп созбай бастайық. Бірінші тапсырма: сөйлемді толтырыңыз, яғни екі өлшемді массив деп атайды. Не екі өлшемді массив, сол туралы анықтамасын бере кету керек. Мына жерде сарынмен жазылып кеткен. Екі өлшемді, егер массивте екі индекс болса, онда оны екі өлшемді массив деп атайды, және екі өлшемді массив матрица деп те аталады дейді. Екі өлшемді массив дегеніміз жалпы оқушылар матрица деп атап жатыр, немесе екі өлшемді массив индекстер бір-біріне тең болатын болса, онда квадраттық массив деп те аталады. Мысалы, мына жерде 1, 2, мысалы элементтер жазып жатырмын, 12 деп 3 элемент жазайын, және көлденеңнің тігінен мысалы 7, 11, мына жерде 6 рандом жазып отырмын қазір. 13, мынау 9, мынау 3 болсын. Сонда бұлайына көлденеңнен 3 элемент, тігінен тоже 3 элемент. Бұл квадраттық массив деп аталады, себебі барлық 3 квадраттық массив деп аталады. Екі өлшемді массив жалпы түрлері көп. Мынау квадраттық массивті сіздерге мысал келтірдім. Түсінікті деп ойлаймын. Осы бірінші тапсырма осыны жаза кетесіздер. Мына сарынмен белгіленген соң аяқталады. Екінші тапсырма: Python'да функциямен атқаратын қызметін сәйкестендіріңіз. Len, max, minimum, index. List дегеніміз қандай да бір, мысалы, бұл жерде list пастандарту жазған, кітапта да list деп беріледі. Мысалы, list дегеніміз атау ғой, енді массивтің атауы тең болады, тік жақша болады ғой массив. Мысалы 12 тоже рандом жазып жатырмын, запятой қойсам да қоймақ қойын. 12, 16, 95 и так далее. Мысалы 3 деген массив болсын. Осы массивтер лист, яғни массивтің атауы лист, немесе А деп берсеңіздер де болады, А тең. Енді пастандарту лист деп тұр, лист не екенде қылмаңыз, ол команда емес, просто массивтің атауы. Енді сұрап жатқаны бізде len дегеніміз тізім дегеніміз осы массив элементтерінің саны 1, 2, 3, 4, яғни тізімде қанша бар дейді? Ұзындығы тізімнің ұзындығы, яғни 4 екен, леніміз 4-ке тең. Осыны сұрап отыр. Бұл сәйкес келеді мынаған. Қарасаңыздар. Лист тізімнің жалпы ұзындығын өлшейді. Яғни леннің атқаратын қызметі осы. Енді max дегеніміз максимум. Сіздер математиканы өтесіздер. Максимум дегеніміз ішінде элементтердің ең үлкені, бұл жерде 95 ұстап береді. Яғни максимумның анықтамасы сәйкес келеді. Лист тізімдегі мәндер ең үлкен мәндерін қайтарылады деген соң көрсетеді деген сөз. Мынаған сәйкес келеді максимум. Минимум лист дегеніміз лист массивінің ішінде ең кішісі деген сөз. Ол мынаған сәйкес келеді. Оқысаңыздар, лист тізімдегі мәндер ең кіші мәндерін қайтарады дейді. Индекс лист дегеніміз X элементтің индексін қайтарады. Индекс дегеніміз всегда неден басталынады? 0-ден басталынады. 12 деген лист массивінің ішінде 12 деген элементтің индексі получается 0. Келесі де 1 болады. 16 деген массив элементтің индексі 1-ге тең. 95-ке 2-ке тең, 3-ке тең. Яғни индекс всегда 0-ден басталады. Ал len болатын болса 1-ден бастап оқылады. Ленде, мысалы, тізім ұзындығын санау үшін 1, 2, 3, 4 деп айттық қой жаңа. Ал индексте 0-ден басталынады деген қағида бар, оны сақтау керек есте. Так, бізде сәйкес келеді индексіміз X элементінің индексін қайтарады. X элемент ол лист деген массив элементтерін ішінде бір элементтің тізімін қайтарады. Көрсетеді деп тұр жалпы. Осылай белгілеп кетесіздер, сіздерге түсінікті деп ойлаймын, түсіндірдім деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. Үшінші тапсырма: программа коды берілген, программа орындау нәтижесінің дұрыс нұсқасын көрсетіңіз. Енді мына программа сіздер 9 сынып Python программалауына сәйкес келмейді. Ол 5-6 класста, 6 класста болмаймын, 6 сыныпта мысалы Python басталама, соның есептерін көрсетіп қойған. Мейлі, сонда да қиын емес бұл. А тең 25, бұны 25-те 5-ке бөлген, сыны А мен бұны көбейткен, print с деп көрсеткен. Программада көрсете салайын, программада ашайық. Бұлай көрсеткен А-ның мәні 25-ке тең. Бұны дегеніміз аны 25-те 5-ке бөлеміз. Бұдан шығады бізде
Так. Былай ғой жалпы. Б тең 25 бөлінген 5 дейді. Иә? Одан 5 нүкте 0 шығады негізі. С дегеніміз С тең болады А-ның мәні, яғни 25-ті көбейтеміз нешке? 5 0-ге көбейтеміз дейді. 5 нүкте 0. Принца дейді, осының жауабын шығарып береді экранға. 125 шыға ма? Біз көрейік. F5. Модуль F5. Мінеке 125 0-і бар екен. Неге десеңіздер, Python программасында егер мына жерде 2 мынандай болатын болса, онда мына жерде 2 былайынан бөлінді болатын болса, онда таза 5-те көрсететін еді. Ал енді бізде бір бөлінді болғандықтан 0-мен қоса алады. Жауабы 125.0 деген шығу керек. Соны жаза кетесіздер. Мына жерге жазсаңыздар болады. Жауабы С тең болады 125.0. Осылай. С-ның мәні осыны қайтарады деген сияқты ғой. Төртінші тапсырма, берілген программа коды нәтижесі қандай болады дейді. Бұл да қиын есеп емес. X тең 0, бірден осы жерде айта салайын, Python'да ашпай қойын. X мән бастапқыда 0-ге тең болған деп тұр бізде. Ары қарай егер X-міз 4-тен кіші болса, яғни 0-міз 4-тен кіші, онда келесі жағдай орындалады деп. X тең, үшінші жағдайды қарастырып отыр мына жерде. X қосылған 1 дейді. X-міз бізде 0 еді, X-ке 1-ді қоссақ 1 болып кетеді. 0 қосу 1, ол нені қайтарады? 1 деген жауап шығады. Ары қарай printке X plain. Мынау строка деп аталады. Бұл строка дегеніміз жазу ғой енді. Скобканың ішінде. Осы сөзді көрсетіп береді, жауап осы шығады, өтір. Мына X дегеніміз мына бірді көрсетеді ғой ойдағыда. Сонда X is 1 деген жауап шығады бұл жерде. Программа код нәтижесі қандай? Программа код нәтижесі дәл осындай болады. Скобканың ішінде X is 1 деген сияқты ғой. Осыны жаза кетесіздер. Міне осындай 4 тапсырмадан құралған бір жабы тапсырмалары 9-шы информатика 390 бір жабы 2 тапсырманы сіздермен толықтай талдадық. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған сапалы білім каналы. Аман сау болыңыздар.